Енді остеопатияда біз соны оқыдық қой. Мына адамның организмін тұтас бір жаңа жүйе деп қарайды остеопатияда. Негізінен солай ол. Біздің ағзамыз барлығы бір-біріне байланысты. Организм единое целое деп айтады да. Мысалы, сіздің тісіңіз ауырсын, аяғыңыз ауырсын, қолыңыз қақсасын, көзіңіз ауырсын, ол сіздің ағзаңыз ғой. Бір ағзаның ауруы келесі ағзаға әсер етеді. Өйткені организм ол бір өтік емес, организм ол сіздікі. Бір жердің ауырғаны келесісіне әсерін береді. Мысалға айтатын болсақ, адамның қарапайым аяғын ауыртып алса, мысалы, тобығын, болмаса құлап бір травма алсын, қолын есікке соғып алсын, болмаса, басын бір жерге соғып алсын, мысалы, қолын, аяғын бір жерін ауыртып алса, ол адамның, мысалы, аяғын десек, аяғын ауыртып алғаннан кейін не істейді? Сол жері ауырады, сол жердің буынына әсер етеді ол. Және де сол адам қатты ауырып қатты травма болса, ол адамның одан кейін жүрісі өзгере бастайды. Сол аяқтың дұрыс жұмыс жасамауы, аяқтың зақымдануы, жаңа травманың болуы аяқта, немесе қолда, кез келген жерде, мысалға айтып жатырмыз. Сол аяқтың травмасының, мысалы айтып жатырмыз, болуы, ана травма алған жер дұрыс жұмыс жасамайды, қозғалысы бұзылды оның. Мысалы, тобығымыз дейік, мысалы, мына буынымыз, аяқта да осындай буындар бар ғой. Тобық болады мына жерде. Мысалы, аяқ былай тұрады. Мына жерде, мысалы, тобығымыз. Осы травма қайырлық балды аяғымыз, осы дұрыс жұмыс жасамағанның себебінен уже аяқ ары қарай біздің жамбасымыз бар ғой, жалғасып тұрған. Жамбастың жұмысына әсер етеді да. Уже былай айтқан кезде күш түсетін, аяқтың жүргеніне, тұрғанына күш түсетін ағзалар, мүшелер дұрыс жұмыс жасамағаннан кейін сүйектер ол келесісіне көп күш түсе бастайды да. Одан үстіңгі біздің аяғымыздың үстіндегі сүйектер бар ғой, жамбас бар, соған күш көбірек түсетін болады. Мынау дұрыс жұмысын жасамағаннан кейін. Бір-біріне байланысты ғой, шестерналар сияқты. Мысалы, сағат дейміз бе, бір механизм, мысалы, да, кез келген механизм, машина болсын, автокөлік болсын, бір механизмі дұрыс жұмыс жасамаса, келесі механизмге әсер етеді да ол. Келесі механизмнің бұзылуына алып келеді сол. Адам да дәл солай. Аяғыңыздағы травманың өзі сіздің жүрісіңізді өзгертеді. Жамбасыңыздың қозғалысына әсер етеді. Жамбасыңыздың қозғалысына әсер еткеннен кейін, жамбастың үстінде біздің омыртқамыз бар. Арқаның омыртқасы. Соның өзгерісін алып келеді. Адамның қисаюын алып келеді. Не көрдіңіз бе? Түрлі нәрсеге алып келеді. Өйткені организм бір-біріне байланысты. Біздер, мысалы, остеопатияда соның барлығына мән береміз. Және де сол адамға әсер етіп тұрған, ауруына себеп болған, организмнің, мысалы, бұзылуына себеп болған сол себебін анықтауға тырысамыз, және сонымен жұмыс жасаймыз. Сонымен жұмыс жасағаннан кейін адамның организмін істейді. Және де остеопатияда негізі мына адамның организмі өз-өзін қалпына келтіретін күшке ие, негізі адамның организмі ше, кез келген адамның организмі. Бірақ оны қалай емдейтінін, қалай қалпына келтіретінін, жұмысын қалай дұрыстайтынын кейде организм өз-өзіне күш жетпейді. Міне сол кезде остеопат маманы соған әсер ету арқылы организм өз-өзімен жұмыс жасап, өзінің қалпына келеді. Мысалға, остеопат маманына баратын болсаңыз, біздерге келетін болсаңыз, мысалы, қаралатын болсаңыз, остеопат маманына күнде келмейсіз да сіз. Біздерге келген адаммен жұмыс жасағаннан кейін әртүрлі мәселемен келеді адам. Біз қараймыз, анатомиясына қараймыз, сүйектердің орналасуына қараймыз, бұлшықеттің орналасуына қараймыз, қай жерінде қандай өзгешеліктер болып тұр, соның барлығына мән береміз, қараймыз, өзіміздің жасайтын тесттер жасаймыз. Содан ағзаның ақаулары табылса, сонымен жұмыс жасаймыз. Яғни ағзаның, организмнің қалыпқа келуіне көмектесеміз. Сонымен жұмыс жасағаннан кейін уақыт береміз. Организм жұмыс жасалғаннан кейін уақыт керек болады восстановлениеге.